Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен бірге санның стандарт түрі, үлкен және кіші шамаларға берілген мәтінді есептер тақырыбын қарастырамыз. Бұл тақырыпқа мен екі сабақ бөліп отырмын. Бүгін бізде бірінші сабақ. Санның стандарт түрі дегеніміз қалай жазылады, соны үйренетін боламыз. Санның стандарт түрі деп біз мына түрдегі санды айтамыз. А көбейтілген 10-ның n дәрежесі. Мұндағы А деп отырған санымыз бірден үлкен немесе тең 10-нан кіші сан. Ал n деп отырғанымыз сандардың реті. Мен бірден қазір есеп шығарып көрсетейін. 8-де екінші есеп мынандай түрде берілген есепті стандарт түрде жазу. Яғни берілген санды стандарт түрде жазу үшін біз мына формуланы пайдаланамыз. Және бізге бұл стандарт түрде жазу не үшін керек? Өте үлкен сандарды, мінекей мыналар үлкен, бұдан да қаншама үлкен сандар бар. Немесе өте кішкене сандарды жинақы түрде жазу формасы ғой, мынандай түрге әкелу. Мен мына жерде балалар 10-ның мынандай дәрежесіндегі атаулары бойынша бірнеше түрін жаздым. Бұлар әлде көп. 10-ның 2 дәрежесі бізде 100, 10-ның 3 дәрежесі 1000, 6 дәреже миллион. Әрбір 3 дәреже сайын олардың аттары осылай өзгеріп отырады. 10-ның 9 дәрежесі миллиард, 12 дәрежесі триллион, 15 дәрежесі квадриллион, 10-ның 18 дәрежесі квинтиллион, әрі қарай кете береді. Қазір бізде қарап отырмыз. Мына берілген 23-тен кейін неше нөл тұр бізде? 9 нөл тұр. Мінекей қарап отырмыз. Әрбір 3 нөлден кейін былай нүктемен бөліп қойсам, 9 нөл бізде нені беріп тұр? Миллиардты беріп тұр. Яғни 23 миллиард деген сөз. Осы 23 миллиардты мынандай стандарт түрде жазу үшін біз А деген сан және 10-ның дәрежесі түрінде жазымыз керек. Оны қалай жазамыз? 23 деген санды әуелі жазып аламыз. 23. Енді біздегі жаңағы ереже бойынша 10-ның алдында тұратын сан міндетті түрде бірден үлкен 10-нан кіші болу керек. 23 10-нан үлкен ғой. Олай болатын біз мына жерден біз үтірмен бөлеміз. Енді былай жасаймыз. Мына 23 миллионда үтір соңғы жағында тұр деп есептейікші. Үтір мына жерде соңғы жағында тұр деп есептейміз. Осы үтірді біз қай жерге қойып тұрмыз? 2-ден кейін қойып тұрмыз. Енді қараймыз, неше орын бар мына жерде? Үтірден кейін қанша орын тұр? Нөлдердің саны 9 және 3 бар. Демек, көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі дегенді білдіреді. Осы жерде мынаны айтып кетейін балалар. Егерде бір ғана сан тұрса, мысалы 5, ар жағында оң жағында нөлдердің саны. Неке айталық ма жерде осылай тұрса неше нөл бар? 6 нөл бар. Онда біз 5 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі деп жазуымызға болады. Яғни өте үлкен сандардағы ең бірінші тұрған санды қараймыз. Бір орынды сан ба, 2 орынды сан ба, немесе 3 орынды сан ба. Егер бір орынды сан болса, сол санның өзін жазып қоямыз да, көбейту 10 деп, неше нөл бар, сонша санды дәрежеге көрсетеміз. Ал егер бір орынды саннан көп 2 немесе 3 орынды сан болатын болса, оны міндетті түрде 10-дық бөлшек түрінде жазып, бүтін бөлігінде бір ғана цифр тұратындай етіп жазамыз да, үтірден кейінгі қанша сан тұр, соншама дәреже қоятын боламыз. Дәл осы сияқты бізде мына жерде 5-ші есептің стандарт түрге келтіру үшін бізде 600 бүтін, осыны 6 деп аламыз. Және 2 нөлден кейін 32-ні жазып, көбейту 10-ның 2 дәрежесі дейміз. Біз 2 орын жылжыттық. Қанша орын жылжытсақ, сонша нөл жазамыз ғой, дәреже жазамыз. Мына жерде біз 2 орын жылжыттық. Және көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі тең 6 бүтін. Әрі қарай 10-дық бөлшегіміздің жазып алдықта көбейтеміз 10-ның 7 дәрежесі. Мінекей стандарт түрге келтірдік. Келесі есеп. Енді мына өте көп сандар бойынша түсінікті ғой, өте көп сандар. Бір орынды сан болса, тек сол санды жазып, 10-ды жазамыз да көбейтіп, қанша нөл бар, сонша дәреже қоямыз. Егер 2-3 орынды сан болса, онда үтірдің алдында тек бір ғана цифрды қалдырамыз да, қалған 10-дық бөлшектер жазып, көбейтілген 10-ның сол үтірден кейінгі қанша сан тұр, сонша дәрежеге жазамыз. Ал енді
бұл жердегі сандар бізде өте үлкен сандар түрінде келіп тұр, ал өте кіші сандар, өте кішкене сандар болса, бізде қандай болады екен? Мінекей соны көрейік қазір. 0 бүтіннен кейін бізде 5 0 бар және 203 саны тұр. Ал бұл есепті қалай жазамыз? Бұл есепті жазу үшін біз былай жасаймыз, балалар. Бұнда бағанағы есепте алдыңға ең көп сандарда цифрлар алдында тұрушы еді ғой. Ең аз сандарда цифрлар ең соңында тұрады. Сол цифрдың соңында қандай сан бар, соны жазып алайық алдымен. 203 қой бізде, жазып аламыз. Енді үтір қоямыз. Үтірді қай жерден қоямыз? 2-ден кейін қоямыз. Яғни мына жерге қойдық, 2-ден кейін қойдық. Енді санаймыз үтірден кейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Ондық бөлшектер түрінде жазып, және оны 10-ның сол үтірге дейінгі сандарды қанша орын. Және мынаны ескереміз. Мына жердегі сандар бізде өте кіші сандар ғой. Сол 6 орынның алдына минус таңбасын қоямыз. Ең үлкен сандарда, өте үлкен сандарда плюс таңбамен жазылады дәреже. Ең кіші сандарды стандарт түрге келтіргенде теріс таңбалы түрде жазылады. Келесі есеп 8-де 14-ші есепте мінекей мынандай үлкен өте көп мөлшердегі сан берілген. Яғни 1450, одан кейін қанша 0 бар? Бізде 18 0 бар мінекей. Осы берілген шама килограммен берілген, осыны алдыменен тоннаға айналдыр дейді. Онда біз былай жасаймыз. 1450-ді жазып алайық. 1 тоннада 1000 килограмм бар ғой. Олай болатын болса, біз мына жақтан 3 0-ді алып тастаймыз. Мына 3 0-ді алып тастаймыз. Мінекей 0-дерді бөліп қойдым. Әрбір үшеуден бөліп 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 бар. 6, 18 0 бар. Әрқайсында үшеуден ғой. Қазір енді біз соны 5-еу қылып жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жаңағы килограммнан енді тоннаға айналдырып. Енді стандарт түрде жазамыз. Стандарт түрде жазу үшін біз 1-ден кейін үтір қоямыз. 1 орынды сан болу керек. 45-ті жазамыз. Әр қара енді 1-ден кейін біз үтір қойдық қой. Ал санаймыз. Мінекей, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 15 0 ғой. Ары қарай тағы 3 сан қосылады. Сонда 18 болады. 10-ның 18 дәрежесі. 1/145 көбейтілген 10-ның 18 дәрежесі. Дәл осында есеп торы мына мөлшердегі килограммды тоннаға айналдырамыз. Ол үшін мына жерде қанша 0 бар? Жаңа бөліп қойдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3-ке көбейтеміз, 21 0 бар. 5980-нен кейін 21 0 тұр. 5980-ді жазып аламыз. Содан кейін нөлдердің ішіне жаңа килограмм тоннаға айналдырғанда мына соңғы 3 0-ді алып тастаймыз. Сол кезде бізде қанша 0 болады? 6, 3-тіктен 6 рет 0 жазамыз деген сөз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл енді бізде тонна. Осы берілген тоннаны енді стандарт түрде жазайық. Ол үшін 5-ті үтірді жазып аламыз. 5/198 деп қоямыз. Көбейтілген 10. Енді санаймыз. Мына жерде бізде 0-дердің саны жаңа 6 қой, 10, 18. Мына үшеуін қосамыз, сонда 21 болады. Яғни 5/198 көбейтілген 10-ның 21 дәрежесінде тонна болады. Мынаған да тонна деп қояйық. Мінекей, құрметті оқушылар, осымен біздің санның стандарт түрі үлкен және кіші шамаларға берілген мәтінді есептерге арналған тақырыпты бірінші сабағын аяқтадық. Бұл сабақта стандарт түрдегі санды стандарт түрде жазу бізде физика сабағында өте көп пайдаланылады және химия сабақтарын есеп шығарғандарда қолданылады бізде. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің сабақтарымыз ұнаса арнаға тіркеліп, өздерінің пікірлеріңді қалдырыңдар және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше, келесі осы тақырыптың екінші сабағын
өтетін боламын.